президентimiz Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің жыл сайынғы жолдауында 2025 жыл бұл жұмысшы мамандықтарының жылы деп атап өтті. Яғни жұмыс қашанда бұл адал еңбек, ең маңызды қоғамдағы прогрессивті күштер болып табылады. Өйткені тек адал еңбекпен ғана біз адал жетістіктерге жете аламыз. Сондықтан президент осы үш тағанды қағиданы ұсынды. Ол адал азамат, адал еңбек, адал табыс деген. Яғни әр адам өзінің адал еңбегіменен үлкен жетістіктерге жететіндігіне сенімді болу керек. Сол үшін біздің университетімізде барлық жағдайлар жасалған. Біздің университетте Сарсаман Жолатан Шығыс Қазақстан университетінде жұмыспен қамту 98%-ды құрайды, 100% деп айтсақ та болады. Енді жұмысшы мамандықтары бұл күнделікті бізге керек кәсіп иелері, тігінші болсын, жаңағы сварщик болсын, электрик болсын, немесе аспазшы болсын, оның барлығы да қажетті мамандықтар. Сондықтан да адал еңбек, адал табысқа жетелейді. Сол президентіміз айтып отырған барлық жаңағы жолдаудағы көрсеткен межелердің барлығы біздің университетімізде толықтай қамтылып жүзеге асып келе жатыр. Соның ішінде біз Қытай Халық Республикасымен жасанды интеллект бойынша бірге жұмыс жасап отырмыз. Жақында ғана Huawei компаниясына, яғни Шэньчжэнь қаласына барып келдік. Сонымен қатар сәуір айында білесіздер, Сарсаман Жолатан Шығыс Қазақстан университеті Циндао қаласында болды, Сючжоу қалаларында болды. Ол жерде Хайер Хайтек деген компаниямен және Huawei компаниясымен бірлескен жұмыстарды жасап отырмыз. Ол арқылы біздің инфраструктурада университетімізде жасанды интеллектті пайдалану арқылы смарт кітапхана, электронды класстар пайда болатын болады.